Бәріңе сәлем, мәңгілік футбол арнасының көрермендері. Футбол жаңалықтарының кезекті шығарылымын тамашаламас бұрын арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер үшін бір кнопка, ал біз үшін үлкен мотивация. Аңдатпаға назар аударсақ. Челси футбол клубының президенті Абрамович орнынан кетті. Ресейге футбол тарапынан жаңа шектеулер қойылды. Эвертон басшылығынан төрешілер кешірім сұрады. Осы секілді қызықты жаңалықтарға шолу жасап, видео соңында дәстүрге айналып бара жатқан АПЛ-ді сараптаймыз. Сіз дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Генрих Мхитарян өзінің Армения ұлттық құрамасындағы мансабын тәмамдады. Осы ақпарат жайлы футболшы өзінің инста парақшасында мәлімдеді. Мхитарян өзінің құрама сапындағы соңғы ойынын 21 жылдың қараша айында Германияға қарсы ойында өткізген. Өткенге көз жүгіртсек, Мхитарян Армения құрамасында 2007 жылдан бері доп тебеді. Сол уақыт аралығында 95 ойын өткізіп, 33 гол соққан екен. Эрик Тен Хаг таяу арада Манчестерлік клубтың бас бапкері жейдесінде көруіміз мүмкін. Қазірде 52 жастағы маман белсенді түрде ағылшын тілін меңгеруде. Еске салсақ, өткен маусымның өзінде Тен Хаг англиялық Тоттенхэммен байланыс орнатып көрген болатын. Ал осы маусымда Манчестер басшылығы сенімді түрде бапкермен келіссөздер жүргізуді жоспарлап отыр. Эмерсон Палмейрас Лион сапында қалғысы келеді. Франциялық клубта арендада жүрген ойыншыны қыста Челси футбол клубы қайтарғысы келген. Эмерсон да Лионда Лондонда клубтың айтқанына көне қоймады. Бұл жайлы Эмерсон айтып мәлімдеді. Мені қыста Челси өздеріне қайтармақ болды, бірақ Лион басшылығы бұл ұсынысты қолдамады. Мен осында бақыттымын және алдағы уақытта командаға пайдамды тигіземін деп сенемін. Sky Sport басылымының ақпаратына сенсек, Антонио Рюдигер Челсимен әрі қарай жұмыс жасамайтын секілді. Екі тараптың келіссөзі соңғы рет күзде орын алған. Оның үстіне қос тарап мардымды келісімге келмеген. Антонио Рюдигердің жасы қазір 28-ге келген қорғаушы. Бұл ойыншыға PSG мен Реал қызығып отыр және Манчестерлік Юнайтедтің бас бапкері Ральф Рагниктің де көзі түскен екен. Осы уақытқа дейін неміс қорғаушысы лондондық Челси клубының басшылығынан жалақы мәселесін шешуді сұрап жүрген болатын. Бірақ бұл ісінің соңы клубтан кетумен аяқталатын секілді. ММА жекпе-жек шебері Конор Макгрегор Челси клубын сатып аламын деген сыңай танытып отыр. Челси сатылады деген ақпарат шыққан соң, Конор өз Twitter парақшасында Челси сатыламы, онда алайын деп жазба шығарды. Қазіргі таңда Челсидің бағасы 4 миллиард фунтты құрап отыр. Осыған дейін Конор Манчестер Юнайтедті де сатып алу жарысына да қатысқан. Челси футбол клубының президенті Роман Абрамович лондондық клубты сату жайлы шешім шығарды. Бұл жайлы Абрамовичтің өз сөзін ұсынсақ, мен соңғы бірнеше күндегі Челси футбол клубының меншігіне қатысты болжамдарға жауап бергім келеді. Жоғарыда айтылғандай, мен әрқашан клубтың мүддесі үшін шын жүректен шешім қабылдаймын. Демек, қазіргі жағдайда мен клубты сату туралы шешім қабылдадым. Яғни бұл клубтың жанкүйерлері, қызметкерлерінің, демеушілерінің және серіктестерінің игілігі үшін жақсы деп ойлаймын. Клубты сату асығыс жасалмайды. Бәрі уақыты келгенде болады. Мен ешқандай қарызды қайтаруды сұрамаймын. Мен үшін бұл клуб ешқашан бизнеспен де ақшамен де байланысты болған емес. Оның үстіне менде бәрі бар. Мен командамнан сатудан түскен барлық таза пайданы алатын қайырымдылық қорын құруды тапсырдым. Қор Украинадағы барлық зардап шеккендердің игілігі үшін жұмсалады. Тез арада көмекті қажет ететін зардап шеккендерге көмек көрсетіледі және оларды әрі қарай ұзақ мерзімді сауықтыру үшін қолдау көрсетіледі. Дегенмен мен бұл клуб үшін ең жақсы шешім деп ойлаймын. Мен Стэнфорд Бриджге соңғы рет бару мүмкіндігіне ие боламын деп үміттенемін. Челси футбол клубының бір бөлігі болу өмірлік мәртебе және мен біздің ортақ жетістіктеріміз үшін мақтанамын. Челси және оның жанкүйерлері әрқашан менің жүрегімде болады, деп жеткізді президент. Бундеслига Украинаны қолдау мақсатында Instagram желісіндегі мұқабасын көк сары түске ауыстырды. Андре Аннелли бүгін Суперлиганың жаңа жобасын таныстырды. La Gazzetta dello Sport 20 команда және 2 лигадан болатынын хабарлады. Клубтар 2-ші лигаға ұшып элиталық дивизионға көтеріле алады. Ярослав Ракицкий Зениттен кетті. Енді Нұралы Әліпке орын босап, өзін көрсетуге мүмкіндік алып отыр. Англиялық төрешілер одағының төрағасы Майкл Райл Эвертоннан кешірім сұрады. Ман-Ситиге қарсы ойында доп Родригердің қолына тиді және пенальти болуы тиіс еді. Бірақ VAR жүйесі ештеңе байқамады. Алаңдағы төрешілер үнсіз қалды. АПЛ-ге шолу жасайық. Дәл қазіргі сәтте ағылшын лигасында көш бастап, қалалық клуб Манчестер Сити орнықса, екінші болып ұпайдан шашау шығармай келе жатқан Ливерпуль орналасқан. Қызылдардан 10 ұпай қалып, 3-ші орында келе жатқан Челси. Ал одан әрі Манчестер Юнайтед, Вест Хэм және Арсенал. Ливерпуль Ман-Ситиден 6 ұпай артта келе жатқанымен алда қос команданың финалға белгісіз кездесуі болатынын еске салайық. Ал Челси ендігі осы орынды сақтап қалуды жоспарлағаны дұрыс секілді. Себебі артынан келе жатқан Манчестер
Юнайтед небәрі 3 ұпай қалып келе жатыр. Ал соңғы 4-5 орындар маусымның соңына дейін өзгеріп қалуы да мүмкін. Себебі командалардың ұпай айырмашылығы едәуір көп емес. Турнирдің ең үздік бомбардирі де, ең үздік голдық пас беруші де Мохамед Салах. Ал достар, видеомыз соңына таяды. Ұнаса лайк басып, бүгінгі жаңалықтар жайлы өз пікіріңізді комментарийде қалдырыңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық.